свидетель Я просто поняла, этого что я сказала события. по-казахски. Я ему рассказала по-русски. Я ему написала, что... Что и показали пальцем 13 часов, и все, и ушли. И никаких разговоров. Я сказала, раз вы просите разговаривать, я говорю, тогда вы по-английски разговариваете. У нас двухязычие, между прочим. Да. Поэтому это просто люди хотят скандала, понимаете, и все. Он заявление жазатын болсаңыз, бізге бізбен Жоқ, сіз ғана дежурныйды шақырыңыз, мен қазір арыз жазамын. бұл жерде де жазамын. Почему? Если человек Бұл жерде жазамын. не имеет права, не имеет права. Жоқ, осы жерде қазір осы жерге келеді, бұл оқиға болған жерге келеді, сосын мына кісіден түсініктеме алады. Я ей задала вопрос, а почему, говорю, вы Түсініктеме алады. понимаете русский язык? Бұл кісі айтып отыр маған, сендер Украинаны қалап жүрсіңдер ғой дейді. А при чем здесь Украина? да. А при чем здесь вы Украина наговариваете? Ложь, Она все Украина ложь, говорит. ложь. Мына Ложь, мына кісі айтады, ложь. сендер сплошная ложь. Украинаны қалап жүрсіңдер ғой, соны күтіп О жатсыңдар чем ма он, о дейді. какой Украине говорит вообще? О какой он Украине сөйтіп говорит? айтып А отыр какой маған. это? Он конфликт раздувает. О, жоқ, маған қазір Он солай конфликт раздувает. Орыс тілі мен қазақ тілі бізде государственно бірге жүреді. бірге жүреді, бірақ маған қызмет көрсету міндетті. көрсететін бұл қазақша Міндетті. білмесе қалай? Жоқ, білмесе бұл қызметке лайық емес бұл кісі. Право писать надо, Бұл да, вы кісі не имеете права бұл кісі вообще. А я міндетті гражданин другого қызмет государства, көрсетуге вообще не имеете права писать. қызмет меня снимает. жоқ, сіз қызметте Да, и тұрсыз, почему? сіз қызметте И почему тұрсыз. не имеет права? Я гражданин Менде другого государства. толық құқығым бар. Мен толық құқығым бар түсіруге. Толық Я не құқығым имею бар. права, рабочее время. Өткенде мен Как хотишь, как-то, срочно. толық На құқығым каком бар. основании? Я гражданин другого государства, он не имеет права меня Жоқ, мен писать. сізді Вы не түсіріп жатқан имеете жоқпын. права меня Сізді писать сіз вообще. маған мен осы жерде Это түсіремін. запрещено. Осы жерде Это түсіремін. запрещено Осы жерде вообще. түсіремін мен. На каком основании Осы вы жерде меня мен түсіремін. оскорбляете? На каком основании вы меня пишете? На Бүгін- каком основании вы меня оскорбляете? Вам все доступно? Бүгін 28 ақпан, 28 ақпан 2021 жыл, мынау Алматы қаласының халықаралық әуежайы Скат компаниясы, мына қазақ тілінде қызмет көрсетпейді, Қазақстан Республикасында. Два языка. Мен қазақ тілі десем, екі Люди тіл. разговаривают здесь на двух языках, пока русский язык здесь не отменили, уважаемые. Вы наговариваете на человека, я свидетель. Вы наговариваете, вы чините национальную рознь, понимаете? Вы именно это и делаете. Қазақ тілінде Для қызмет чего вы көрсетпейді. это делаете? Мен Для какой міндетті емеспін цели? дейді. Қазақ тілінде көрсетуге